Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, 2 сыныптың математика сабағы. Құрметті оқырмандар, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Бүгінгі сабақта 1-ші тапсырмадан 10-ші тапсырмаға дейін бірге орындайтын боламыз. Шамалардың мәндеріне амалдар қолдану. Сен шамалардың мәндеріне амалдар қолдануды жалғастырасың дейді. Амалдарды орында 100 килограммнан 72 килограмм мен 28 килограммның қосындысын азайтқан кезде 0 килограммға тең. 70 метрден 100 метр мен 62 метрдің айырмасын азайтқанда 32 метр. 18 литр мен 33 литрдің қосындысынан 37 литрді азайтқанда 14 литр. 53 центнерден 90 центнер мен 37 центнердің айырмасын азайтқанда 0 центнерге тең екен. Келесі тапсырма есепті шығар дейді. Досымның әкесі электрші болып жұмыс істейді. Ол электр сымдарын жүргізу үшін ұзындығы 100 метр болатын бір орам сым сатып алды және оның 64 метрін жұмсады. Орамда неше метр сым қалды? Осы есепке кері есеп құрастыр және оны шығар дейді. Бұл жерде сатып алды бізде 100 метр, жұмсады 64 метр, қалды белгісіз метр. Шешуінде 100 бен 64-тің айырмасы бізде 36-ға тең, орамда 36 метр сым қалды деп жауап беретін боламыз. Келесі бізде осы есепке кері есеп құрастырамыз. Кері есепте енді белгілі болған нәрсенің біреуін белгісіз етеміз. Сатып алды 100 метр, жұмсады белгісіз метр, қалды 36 метр деп алдық. 100 бен 36-ның айырмасы 64-ке тең. Ол 64 метр сым жұмсады деп жауап беретін боламыз. Міне осылай кері есебімізді шығарып аламыз. Одан кейінгі бізде 3-ші тапсырма жәрмеңкеге 60 центнер жылқы еті және 42 центнер сиыр еті әкелінді. Сиыр етіне қарағанда жылқы еті неше центнер артық әкелінді. Осы есепке кері есеп құрастыр және оны шығар дейді. Жылқы еті бізде 60 центнер, сиыр еті 42 центнер, ал жылқы еті белгісіз центнер артық. Бұл жерде белгілі болған екі саннан бір-бірінен азайтамыз. 60 пен 42-ның айырмасы 18-ге тең. Жылқы еті 18 центнер артық әкелінді деп сұраққа жауап беретін боламыз. Енді осы есепке кері есеп құрастыру үшін белгілі болған нәрсенің біреуін белгісіз етіп, ал белгісіз болғанды міндетті түрде белгілетіп көрсететін боламыз. Кері есебінде біздер енді сиырдың белгісіз кем деп алдық. Ал жылқы еті 60 центнер, сиыр еті 42 центнер. Ал сиыр еті қанша центнерге кем деген сұрақ қойып алдық. 60 пен 42-ның айырмасы 18-ге тең. Сиыр еті 18 центнерге кем әкелінді деп көрсетіп қоятын боламыз. Келесі тапсырма анам екеуміз бұл жерде анам екеуміз 15 литр алма және 9 литр жүзім шырынын дайындадық. Анам екеуміз жемістерден барлығы неше литр шырын дайындадық деген есеп тұр екен. Сонда алма шырын олар 15 литр дайындады, жүзім шырын 9 литр дайындады, барлығы белгісіз. 15 мен 9-ның қосындысы бізде 24-ге тең. Барлығы 24 литр шырын дайындады деп жауап беретін боламыз. Келесі тапсырмада біздерде кестелерді толтыр дейді. Кестелерді толтыру үшін біздер аның мәндері берілген. Аның мәні бізде 8 литр және 23 литр екен. Аның орнына осы сандарды қойып есептейміз. 8 бен 15-дің қосындысы 23-ке тең. 17 мен 7-ның айырмасы 10-ға тең. 23 бен 15-дің қосындысы 38-ге тең. 22 мен 7-ның айырмасы 15-ге тең. Біріншінде аның орнына қойдық, ал екінші кестеде в-ның орнына қойып есептеп шықтық. Біріншіде бізде қосындылар, екіншінде айырмалар шыға келді. Келесі тапсырма бізде 6-шы тапсырма ұзындығы 1 метр 50 сантиметр жіптің 5 дециметрін қиып алынды. Қалған жіптің ұзындығын тап дейді. 1 метр 50 сантиметр дегеніміз бұл 150 сантиметр, 5 дециметр дегеніміз 50 сантиметр, 150 сантиметр мен 50 сантиметрдің айырмасы 100 сантиметрға тең. Қалған жіптің ұзындығы сонда 100 сантиметр. Келесі 7-ші тапсырмада бізде теңдеу беріліпті. Теңдеулерді шешейік. Кәне 52 мен x-тің айырмасы 29-ға тең. X тең 52 мен 29-ның айырмасы. X тең 23-ке, 52 мен 23-ның айырмасы 29-ға тең. 29 тең 29 деп көрсетіп қоямыз.
y пен 35-тің қосындысы 97-ге тең. Y тең 97 мен 35-тің айырмасы y тең 62. 62 мен 35-тің қосындысы 97-ге тең болып шықты. 97 тең 97 деп көрсетеміз. Келесі 8-ші тапсырма амалдар тізбегін орында дейді. 16 мен 4-тің айырмасына 8-ді қосамыз, ол шыққан мәнге 1-ді азайтамыз, одан шыққан мәнге 23-ді қосамыз, одан шыққан мәніне 11-ді азайтамыз, 11-ге 20, одан шыққан мәніне 26-ны қосқан кезде 57-ге тең болып шықты. 4-ші тапсырма, 9-ші тапсырмада амалдарды орында дейді. 16 см мен 48 см қосындысы 64 см-ға тең. 72 см тең, бұл 6 дециметр мен 12 см-дің қосындысына. 1 метр мен 8 дециметрдің айырмасы 20 см-ға тең. 91 кг мен 9 кг-ның қосындысы 1 центнер. 57 центнер мен 43 центнердің айырмасы 14 центнер болып шықты. 40 литр мен 15 литрдің айырмасы 25 литрға тең. Енді 6-шы тапсырмада ең соңғы 10-шы тапсырмада әр сөредегі ыдыстарға бірдей мөлшерде су бар дейді. Құмыраға неше стакан су құяды? Кесеге ше деп сұрайды. Яғни құмыраға 4 литр, кесеге 4 литр, стақанға 2 литр су сияды. Құмыраға 2 стакан су сияды, ал кесеге де 2 стакан су сияды деп жаңа жауап беретін боламыз. Құрметті оқырмандар, сіздерге каналымызда тапсырмаларды бірге орындау түсінікті болатын болса, ұнайтын болса, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаймыз.